Туберкулез деген не? Туберкулез адамзат тарихындағы ең көне әрі ең қауіпті жұқпалы аурулардың бірі. Ол Mycobacterium tuberculosis деп аталатын бактериядан коқ таяқшасы пайда болады. Бұл ауру көбіне өкпеге әсер етсе де, адам ағзасының басқа мүшелерінде зақымдай алады. Бүйрек, сүйек, лимфа түйіндері, ми қабығы және тағы басқа. Туберкулездің ең қауіпті ерекшелігі оның жасырын түрде дамуы және жұқпалы болуы. Адам ұзақ уақыт бойы ауру екенін білмей, айналасындағыларға жұқтыруы мүмкін. Туберкулездің іздері ежелгі Египет мумияларынан табылған. Ғалымдар бұл аурудың адамзатпен бірге мыңдаған жылдан бері келе жатқанын дәлелдеген. 1882 жылы неміс ғалымы Роберт Кох ауруды тудыратын бактерияны ашып, ғылымға үлкен жаңалық жасады. Сол кезден бастап туберкулездің себептері мен таралу жолдары анықталып, нақты емдеу әдістері ізделе бастады. Қазіргі қоғамдағы маңызы, туберкулез түрін ғасырда да өзекті мәселе болып отыр. Әсіресе халық тығыз орналасқан, әлеуметтік жағдайы төмен елдерде жиі кездеседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, жыл сайын 10 миллионға жуық адам туберкулезге шалдығады, ал 1,5 миллионға жуық адам осы аурудан көз жұмады. Қазақстанда бұл індеттен тыс қалған жоқ. Елде туберкулезге қарсы арнайы ұлттық бағдарламалар жүзеге асырылып жатыр. Бірақ соған қарамастан, кей аймақтарда аурудың деңгейі жоғары болып қала береді. Туберкулез қоздырғышы. Туберкулездің негізгі себебі Mycobacterium tuberculosis. Халық арасында оны коқ таяқшасы деп атайды. Қасиеттері. Бұл бактерияның пішіні таяқша тәрізді. Ол баяу көбейеді. Басқа бактериялар бірнеше сағатта көбейсе, коқ таяқшасының бір ұрпағы шамамен 18-24 сағатта ғана пайда болады. Бактерияның сыртқы қабаты майлы заттардан тұрады. Сондықтан ол қышқылға, спиртке және кейбір дезинфекциялық құралдарға төзімді. Сыртқы ортада тұрақтылығы. Коқ таяқшасы шаң тозаңда бірнеше айға дейін өмір сүре алады. Күн сәулесінің әсерінен 2-3 сағат ішінде өледі. Қайнатқанда бірден жойылады. Ылғалда әрі қараңғы жерде ұзақ сақталуы мүмкін. Бұл ерекшеліктер туберкулезбен күресті қиындатады. Аурудың жұғу жолдары. Туберкулез жұқпалы ауру. Оның таралу жолдарын білу алдын алудың негізгі шарты. 1. Ауа тамшы жолы. Ең негізгі таралу жолы осы. Ауру адам жөтелгенде, түшкіргенде немесе қатты сөйлегенде ауаға микробтар тарайды. Бұл бөлшектерді сау адам тыныс алу кезінде жұтып қояды. 2. Тұрмыстық заттар арқылы. Сирек болса да, туберкулез науқастың қолданған ыдысы, орамалы, киімі арқылы да таралуы мүмкін. Бірақ негізгі қауіп ауа арқылы таралу. Тікелей байланыс. Ұзақ уақыт науқаспен жақын қарым-қатынаста болу, бір үйде тұру, бір кеңседе жұмыс істеу, инфекция жұқтыру мүмкіндігін арттырады. 4. Анадан балаға. Жүктілік кезінде немесе босану кезінде анадан балаға берілу қаупі бар. Сондықтан жүкті әйелдерге туберкулезге қарсы тексеру міндетті. Туберкулездің даму механизмі. Туберкулездің ағзада қалай дамитынын түсіну үшін иммундық жүйенің рөлін қарастыру керек. 1. Бактерияның ағзаға түсуі. Адам туберкулез таяқшасын тыныс алу арқылы жұқтырады. Ол өкпенің альвеолаларына, ауа көпіршіктеріне түседі. 2. Иммундық жүйенің жауабы. Ағза бактерияға қарсы күрес бастайды. Арнайы жасушалар, макрофагтар микробтарды жұтып, жоюға тырысады. Бірақ коқ таяқшасы өте айлакер. Ол макрофагтардың ішінде тіршілік етіп, көбейе береді. 3. Бастапқы инфекция. Уақыт өте келе өкпеде кішкентай қабыну ошағы пайда болады. Бұл біріншілік туберкулездік кешен. Егер иммунитет мықты болса, ол ошақ қатып қалады да, адам ауырмайды. Бірақ әлсіреген жағдайда бактерия қайта белсенділеніп, ауру басталады. 4. Созылмалы түрге өтуі. Иммунитет әлсіз болса, бактериялар қан және лимфа арқылы бүкіл ағзаға тарайды. Осыдан туберкулездің өкпеден тыс түрлері дамиды. Туберкулездің түрлері. Туберкулез әртүрлі ағзаларды зақымдайтын және клиникалық тұрғыдан алуан түрлі болып көрінетін ауру. Сондықтан медицинада ол бірнеше түрге бөлінеді. Бөкпе туберкулезі. Ең жиі кездесетін түрі, барлық туберкулез жағдайларының шамамен 70-80% өкпеге тиесілі. Өкпе тінінде қабыну ошағы пайда болып гранулема түзіледі. Уақыт өте келе бұл ошақтар некрозға ұшырап, қуыстар, каверналар қалыптасуы мүмкін. Негізгі белгілері: ұзақ жөтел, қан аралас қақырық, ентігу, кеуде ауруы. 2. Өкпеден тыс туберкулез. Бұл түрінде микобактерия басқа ағзаларды зақымдайды.
Сүйек және буын туберкулезі, көбіне омыртқа мен тізе буынында кездеседі. Сал ауруына немесе деформацияға әкелуі мүмкін. Бүйрек туберкулезі зәр шығару жолдарында өзгерістер туғызады. Жиі пиелонефритке ұқсайды. Лимфа түйіндерінің туберкулезі, мойын мен қолтық асты лимфа түйіндері үлкейеді. Ми қабығының туберкулезі, туберкулезді менингит, өте ауыр түрі, балаларда жиі кездеседі, өлім-жітім жоғары. Жыныс мүшелерінің туберкулезі бедеулікке әкелуі мүмкін. 3. Ашық және жабық түрлері. Ашық түрі, қақырықта коқ таяқшасы анықталады, науқас өте жұқпалы. Жабық түрі, микобактерия өкпеде болса да, сыртқа шықпайды, сондықтан жұқтыру қаупі төмен. 4. Жіті және созылмалы түрлері. Жіті түрі, ауру тез өршиді, белгілері айқын болады. Созылмалы түрі ұзақ жылдарға созылады, науқас әлсіреп, жиі асқынулар дамиды. Туберкулездің белгілері. Туберкулездің алғашқы кезеңінде белгілер байқалмауы мүмкін. Бұл оны қауіпті етеді, себебі науқас айналасына бактерия таратып жүреді. Жалпы белгілер: әлсіздік, тез шаршағыштық, тәбеттің төмендеуі, салмақ жоғалту, ұзақ уақытқа созылған субфебрильді қызба, бейтілге, түнге тершеңдік. Өкпе туберкулезінің белгілері: 2 аптадан ұзақ жөтел, қақырықтың бөлінуі, қан түкіру, гемоптизия, кеуденің ауруы, демікпе. Өкпеден тыс туберкулез белгілері: сүйек пен буында ауырсыну, ісіну, қозғалыстың шектелуі, бүйректе белдің ауруы, зәрде қан, жиі зәр шығару, лимфа түйіндерінде ұлғаю, қабыну, иріңдеу, ми қабығында бас ауруы, құсу, естің бұзылуы, құрысу. Аударма: бұл белгілердің бірі байқалса, міндетті түрде дәрігерге қаралған жөн. Диагностика: туберкулезді ерте анықтау, емнің табысты болуының негізгі факторы. Рентген және флюорография. Өкпе туберкулезін анықтаудың ең жиі қолданылатын әдісі. Өкпедегі ошақтар, инфильтраттар, каверналар көрінеді. Жыл сайынғы профилактикалық тексеруде қолданылады. 2. Манту сынамасы. Балаларға туберкулезге қарсы иммунитеттің бар жоғын тексеру үшін жасалады. Тері астына туберкулин енгізіледі. 2 сағаттан кейін нәтижесі өлшенеді. Қызарып иріңдеген жағдайда ағзада туберкулез микобактериясы болуы мүмкін. 3. Диачкин тест. Мантуға ұқсас, бірақ дәлірек. Туберкулез инфекциясын анықтауда сезімталдығы жоғары. 4. Бактериологиялық зерттеу. Қақырықты микроскоппен тексеру арқылы коқ таяқшасын табу. Ең нақты әдіс бактериологиялық егу. Қақырықты арнайы ортаға салып, микобактерияның өсуін бақылау. 5. Қан анализдері. Жалпы қан талдауында қабыну белгілері көрінеді. PCR, полимеразды тізбекті реакция арқылы ДНК деңгейінде туберкулез таяқшасы анықталуы мүмкін. 6. Қосымша зерттеулер. Бүйрек туберкулезінде зәр анализі. Сүйек туберкулезінде рентген, МРТ. Ми қабығы зақымданса, жұлын сұйықтығын зерттеу. Туберкулезді емдеу. Туберкулезді емдеу ұзақ мерзімді, кешенді әрі жүйелі жүргізілетін процесс. Бұл ауруды жеңу үшін тек бір ғана дәрі жеткіліксіз, өйткені туберкулез таяқшасы өте төзімді, кейбір антибиотиктерге қарсы тұра алады. Сондықтан арнайы химиотерапия деп аталатын бірнеше дәрінің комбинациясы қолданылады. Емдеудің негізгі принциптері: кешенді терапия, бір емес, кемінде 4-5 түрлі туберкулезге қарсы дәрілер беріледі. Ұзақ уақыт, емдеу курсы 6 айдан 24 айға дейін созылады. Дәріні үзбей қабылдау. Науқас дәрілерді уақытында, күніне белгіленген мөлшерде қабылдауы тиіс. Жеке бақылау. Дәрігер немесе медбике дәрілердің қабылдауын қадағалап отырады. ДОТ стратегиясы. Жеке тәсіл. Әр науқастың жағдайына, жасына, иммундық деңгейіне байланысты емдеу бағдарламасы құру. Негізгі қолданылатын дәрілер: изониазид, негізгі бактерияға қарсы құрал. Рифампицин, өте күшті туберкулезге қарсы антибиотик. Пиразинамид, алғашқы айларда қолданылатын дәрі. Этамбутол, дәріге төзімділікті болдырмау үшін қолданылады. Стрептомицин, кей жағдайларда инъекция түрінде тағайындалады. ДОТ стратегиясы, бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы енгізген жүйе. Дәріні үзбей қабылдау, тегін емдеу. Әр науқасты дәрігердің бақылауында ұстау, диагностика мен емдеуді мемлекет деңгейінде ұйымдастыру. Емнің тиімділігі дәріні үзбей қабылдауға тікелей байланысты. Егер науқас емді жарты жолда тоқтатса, бактерия дәріге төзімді болып, ауруды емдеу әлдеқайда қиынға соғады. Хирургиялық емдеу және қосымша әдістер. Көп жағдайда туберкулез дәрілермен жазылады. Бірақ кейбір асқынған немесе дәріге төзімді түрлерінде хирургиялық әдістер қолданылады. Хирургиялық емдеу түрлері: өкпенің зақымданған бөлігін алып тастау,
Туберкулез ошағы тек өкпенің бір сегментінде немесе бөлігінде орналасса, сол бөлік алынып тасталады. Кавернаға операция жасау, иріңге толы қуысты алып тастау немесе дренаж жасау. Плевраға араласу, плеврит, ирің немесе сұйықтық жиналғанда жасалады. Өкпені толық алып тастау, өте ауыр жағдайда ғана жасалады. Қосымша әдістер: физиотерапия, тыныс жаттығулары, емдік гимнастика, массаж. Иммундық терапия, ағзаның қорғаныс қабілетін арттыратын дәрілер. Витаминдер мен дұрыс тамақтану, әсіресе ақуызға, дәруменге, минералдарға бай тағамдар. Санаторийлік курорттық ем, таза ауа, таулы аймақтар, теңіз жағасы ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Туберкулездің асқынулары. Туберкулез уақытылы емделмесе, ауыр әрі өмірге қауіпті асқынуларға әкелуі мүмкін. Негізгі асқынулар: өкпе қуыстары, каверналар. Бактерия өкпе тінін бұзып, иріңді қуыс пайда болады. Өкпе қандыру, өкпеден қан кету, тамырлар зақымданған кезде қатты қан кетіп, өмірге қауіп төндіреді. Созылмалы бронхит және бронхоэктаз, өкпеде тұрақты өзгерістер қалады. Өкпенің толық бұзылуы, тыныс алу қызметі төмендеп, созылмалы демікпе дамиды. Миллиарлы туберкулез бактерия қан арқылы бүкіл ағзаға тарап кетеді. Менингит, ми қабықтарына тараса, өте қауіпті, өлімге әкелуі мүмкін. Туберкулезді плеврит, плевра қуысына сұйықтық жиналып, тыныс алуды қиындатады. Асқынулардың алдын алу үшін ерте диагностика, толыққанды ем, дәріні уақытында қабылдау өте маңызды. Туберкулездің алдын алу. Ерте анықтау, халық арасында туберкулезге тексеру жүргізу. Флюорографиялық тексерулер. Қауіпті топтарды қарттар, балалар, ВИЧ жұқтырғандар, темекі шегетіндер, созылмалы ауруы барлар тұрақты бақылау. Инфекция көзін жою, туберкулезбен ауыратын адамдарды дер кезінде емдеу, оқшаулау, емді толық аяқтауды қадағалау. Жеке гигиена, жеке заттарды бөліспеу, түкірмеу, қолды жиі жуу. Дұрыс тамақтану, ағзаның иммундық жүйесін күшейту үшін белокқа, дәрумен бай тағамдарды жеу. Салауатты өмір салты, темекіден, ішімдіктен, нашақорлықтан аулақ болу. Жұқпалы ортада сақтық, туберкулез жұқтырған адамдармен байланыста болғандарды уақытылы тексеру. Қоғамдық шаралар, халыққа аурудың белгілері туралы ақпарат тарату, санитарлық мәдениетті арттыру. Вакцинация. БЦЖ вакцинасы. Туберкулездің алдын алудағы ең тиімді әдістердің бірі. Ол туберкулездің ауыр түрлерінен, әсіресе балалардағы менингит пен сүйек буын туберкулезінен қорғайды. БЦЖ тарихы 1921 жылы француз ғалымдары Альбер Кальмет пен Камиль Герен жасаған. Содан бері бүкіл әлемде қолданылып келеді. Вакцинация тәртібі. Қазақстанда БЦЖ вакцинасы нәрестеге туғаннан кейін алғашқы 3-5 күн ішінде егіледі. Кейін 6-7 жасында мектепке барған кезде қайта егу жасалады. Қайта егуді манту сынамасының нәтижесіне қарап жүргізеді. БЦЖ-ның тиімділігі балаларда ауыр туберкулез түрлерін 70-80%-ға дейін азайтады. Инфекция жұққан жағдайда да аурудың жеңіл өтуіне көмектеседі. Жанама әсерлері. Вакцина салынған жерде қызару, исіну болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда жара орнында кішкене тыртық қалады, бұл қалыпты жағдай. Әлеуметтік және психологиялық аспектілері. Туберкулез тек медициналық емес, әлеуметтік проблема да болып табылады. Өйткені бұл ауру көбінесе әлеуметтік жағдайы төмен, дұрыс тамақтанбайтын, жұмыссыз немесе баспанасыз адамдар арасында көп таралады. Шешімдер. Туберкулез туралы халықты кеңінен ақпараттандыру. Науқастарға психологиялық көмек беру. Қоғамда стигманы азайту үшін бақ пен әлеуметтік желілерде дұрыс ақпарат тарату. Емделушілерді қолдау топтарын құру. Туберкулез пен ВИЧ арасындағы байланыс. ВИЧ ағзаның иммундық жүйесін әлсіретіп, ағзаны кез келген жұқпалы ауруға, соның ішінде туберкулезге аса осал етеді. ВИЧ-пен өмір сүретін адамдарда туберкулезбен ауру ықтималдығы сау адамдарға қарағанда 20-30 есе жоғары. Туберкулез ВИЧ-пен ауыратын науқастардың өлім себептерінің ішінде бірінші орында тұр. Дүниежүзілік туберкулезге қарсы күрес тәжірибесі. DOTS, Stop TB Partnership, End TB Strategy. Әлем елдері күш біріктіріп, 2035 жылға дейін туберкулезді жою мақсатын көздеп отыр. Қорытынды. Туберкулез адамзат тарихындағы ең көне әрі ең қауіпті жұқпалы аурулардың бірі. Ғылым мен медицинаның дамуы арқасында бүгінде оның алдын алу, анықтау және емдеу әдістері жетілдірілді. Дегенмен ауру әлі де толығымен жойылған жоқ. Негізгі түйіндер. Туберкулез ауа арқылы жұғатын қауіпті ауру.
ерте диагностика және дұрыс ем науқастың сауығуына басты кепіл. Вакцинация балаларды ауыр түрлерден қорғайды. Әлеуметтік жағдайды жақсарту, дұрыс тамақтану және салауатты өмір салты алдын алудың маңызды бөлігі. ВИЧ-пен ауыратындар туберкулезге ерекше тәуекел тобында. Туберкулезбен күрес тек медицина қызметкерлерінің ғана емес, бүкіл қоғамның ортақ міндеті. Әр адам жеке жауапкершілікпен қараса, ерте тексерілуден өтсе және емді толық қабылдаса, бұл індетті жеңу мүмкін.